жоқ, самылып қалың адам жүреді тынымсыз бәсеке арасында. Ауылға жүру десем менімен барасың ба, куә боп өмірдің ағы мен қарасына. Бірде бар бірде жоқ, самылып қалың адам жүреді тынымсыз бәсеке арасында. Сәлем достар, бұл Ауыл Трип жобасының 3-ші шығарылымы. Бүгін біз Шақа ауылына келіп қалдық. Негізді Шақа ауылдық округіне 3 ауыл кірген бұрын, ал қазіргі таңда тек Шақа мен Шоқтал ғана кіреді. Ал Байымбет ауылы таратылып кеткен 2017 жылы. Қарғайлы орман алқабының жиегінде орналасқан бұл ауыл туралы 2021 жылы бір кітап жарық көрген болатын. Бұл кітаптың ішінде осы Шақа ауылдық округінде Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер жайлы мәлімет жинақталған. Бұл кітаптың авторы осы Шақа ауылының тұрғыны, өзіміздің кітапханашымыз Мұрсалимова Гүлбану Мұхтарханқызы. Толқындай тулаған тынымсыз күндерім. Осында тұрасыз, балаларыңыз бар? 3 балам бар. Осында тұра ма ол кісілер? Үлкенім мұнда тұрады. Аха. Екеуі қалада тұрады. Қалада тұрады, иә. Сіз де мұнда тұрасыз ба? Осы ауылдың тұрғынысыз, иә? Коренной. Осы ауылда тудыңыз. Керемет. Осы мектепті. Осы мектепті бастап осында бітірдіңіз мектепті. Ана жерде бұрын жерде болған школ. На Кошово полный жилые дома были. Потом 76 жылы, 76-77. Осы мектеп салынды. Салынып болды, потом Осында көшірілді, иә, ана мектептен. ана мектептен. Аха. 82-де мен мына мектепті бітірдім. Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын. Қара құлын ат болып егерді жол торабын, тітіркені тәні, сылқыта ішті тау бұлағын, тегі көшпелі беу. Аудандық кітапханадан келіп тұрмыз, жалпы Аққулы ауданынан келіп тұрмыз. Бұл біздің бастамамыз, жаңа жобамыз бар, Ауыл Трип деген жоба. Ол жобаның мақсаты осы Аққулымыздың көрікті жерлерін көрсету, ауылдарын көрсету, тыныш тіршілігімен таныстыру. Яғни ауылда да өмір бар. Біздің де ауылдарымыз басқа облыстардан, басқа жерлерден кем түспейді. Біздің де табиғатымыз әсем деп көрсеткіміз келеді. Бір жағынан өзіміздегі осы аудандағы туризмді де дамытқымыз келеді. Ендігі мақсатымыз сол. Енді сізден бір кішкене сұхбат алғымыз келеді. Ең алдымен өзіңіз таныстырып өтсеңіз, содан кейін ары қарай өрбіте береміз ғой сұхбатты. Енді мен мына 2023 жылы наурыз айында осы қызметке тағайындалғам. Сол кезден бастап енді осында қызмет атқарып келе жатырмын. Біздің енді мына Бесқарағай филиалы бойынша айтқым келеді. Айтсам, 134.714 гектар құрайды жері. Оның ішінде 71.943 гектар ол орманмен қамтылған. 7 орманшылық бар мен филиалымда. 7 орманшылық бар, 93 айналымнан тұрады. 5 өрт сөндіру станциясы бар. Оның ішінде біреуі екінші типті, қалған 4-еуі бірінші типті дейді. Өрт сөндіру маусымы бізде сәуір айында басталады. Осы қараша айында бітеді. Сол себепті бізде өрт сөндіру кезеңінде біз жұмыскерлер қабылдаймыз. Өрт сөндіру бригадалары, 66 адам қабылданады өрт сөндіру бригадасында. Одан басқа бізде осы 23 жылы бізде тепловизорлары бар бейне бақылаулар құрылған. Біздің филиал бойынша 12 мұнара құрылды осында. Жаңа кіреберісте келе жатқан сол ғой. Олар 12 мұнара құрылды. Олар алдын ала мына түтін или өрт болса, олар бірінші сол фиксация беріледі. 30 шақырымға дейін, ана бейне бақылаулар 30 шақырымға дейін түсіреді. Өте керемет екен, жұмысты біраз болсын жеңілдетеді ғой. Тек қана өрт сөндіру жұмысымен ғана айналыспаймыз. Біз өйткені жыл сайын мана айтады ғой, көшеттер тұрғызамыз. Өзіміздің неміз бар, біздің пландар бар, например, орындастыратын.
бір жыл сайын біздің филиал 900 гектарға шейін, 1000 гектарға шейін сол көшет отырғызылады. Осындай еңбекте жұмыс істеп жатқан сіздерге үлкен алғысымызды айтқым келеді. Өйткені осындай адамдардың арқасында ғой, мысалы өрттің болмауы, өрттің уақытында өшірілуі, үлкен зардаптың келмеуі табиғатқа да, адамдарға да осы сіздердің арқаларыңыз деп ойлаймыз. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет айтамыз. Бізде мұнда үлкен бір өрт болып, мұнда бізде Байкетаев Ержан деген директор болған. Сол кісі бірге жанып кетті, сол марқұм болып кетті. И бізде мұнда қанша мобильный группа дейміз, госинспекторлар бар, тракторист бар. Неше адам болды? Бір 7-8 адам жанып кеткен. Соларға қойылған ескерткіш қой бұл айтқанда. Иә, жанбастан болсын. Иә, барлығына мысалы жарайды нелерді үй жанса да, қора жанса да, әрине ол үлкен шығын ғой, бірақ оны салып алу, бірақ адам шығыны деген енді орны толмайды. Иә, мына өрт деген енді тілсіз жау дейді. Тілсіз жау. Сол пожар күні үйінде обед ішіп отқан кезде өрт басталғанда атып тұрып жүгіріп кеткен. Кім ойлаған, сол пожарды жанып кетті ақыры. Марқұм болып кетті. Қазір сол кісінің баласы Саят деген комитетте осы лесной факт неде жұмыс істейді салада. Жоқ десе де сонда барлығы мына жерде неше гүл Мұнда 4000 гүл өсірілген. Ох, қалай көп. Қандай түрлер бар? Мен мысалы барлығын біле бермеймін. Мен тек петунияны ғана ақтаған екен. Петунияның өзі 5-6 сорт, 5-6 түрі бар. Вот міне мынау оранжевый тайшаный, лимонный тайшаный, каны. Вот міне мында келіңіз міне. Мынау мне тайшандар жаңа айттым ғой сізге. В виде солнца мы посадили. Лесное хозяйство, у нас голубая сирень, как смотрится красиво. Көрдіңіз бе? Көрдік. Вот. А мінекей мынау любелья деген гүл. Бұл мінекей несі голубой болу керек те. Сақ-сақ әдемі. Иә, бұл голубой болу керек те. Бұл осы кішкене біздің неде насыщенный до того самое грунт. Сонда мына тұрғылықты жердің топырағы әсер етеді. Әсер етеді де, мына гүлдің өсуіне бұл прям насыщенный сондай не болып кетті, көк болып кетті. Көрдіңіз бе? Күлгін түсі. Күлгін түсі болып кетті. Бағанағы елдер тұр ғой, осы сондай қарағайлар отырғызамыз. Әдемі екен елдер. Иә, келгішті. Біз енді өрт сөндіру станциясына кетіп бара жатырмыз. Мұнан өзіне шығу үшін қаншама күш керек. Мен енді көрейін. Шыға алсам да, шыға алмасам да. Жүргізу мүмкін. Мынау көліктің артынан мінетін екінші есігі. Онда есіктер дайын тұр. Иә, ауыр екен бірақ, резинадан жасалған есіктер. Осындай керемет техника. Бір кәріспен шаш беріңіз. Раз, два, три. Сонда судың бәрі осы жерде сақталады екен. 3,5 тонна су сияды дейді мына ер азаматтар. Вот новый КАМАЗ в этом году пришел, новые джаки пришли нам. Также у нас новая техника, вот трактора. Ну, основной пожар, когда начинается, это вовремя успеть затушить и поймать. А сколько лет вы уже здесь работаете? Ну, лет 21-22 года. Ауылдан жастар кетіп батыр деген сөзге қарсы дау айтқым келеді. Оның бірі міне қасында тұрған жас ұлан осы орман резерватында жұмыс істейді. Сол кісіден кішкене сұхбат алайық. Алдымен өзіңіз таныстырып өтсеңіз, аты жөніңіз, мұнда кім болып жұмыс істейсіз? Менің атым Ералы болады. Мен осы ЛПС лесопожарный станцияда мен осы жақтың жүргізушісі болып табыламын. Мен осы орман күзетімен және де ормандағы өртте ең бірінші көмек қызметі болып саналады. Нешінші жылдан бастап жұмыс істеп жатсыз осында? Мен осында бірінші жыл жұмысқа кірдім. Енді
әзірше осында істесем ба деп тұрмын. Сонымен қатар тағы бір айтып кететін жайт, біздің Аққулымыз талантты жастарға бай, оның дәлелі ретінде 2 жинақ болып шыққан біздің жастарымыз жайлы кітап болады. Сонда сол жайлы тағы да бір айтқым келетіні, осы жанымда тұрған Ералы абай оқуларының жеңімпазы екен. Сол туралы да біраз айтып берсеңіз. Мен осы абай оқуларымен 5-ші сыныптан бастап қатысамын. Сол енді 10-шы сыныпқа дейін қарқынды жұмыс жасадық. Осы Аққулы ауданында 3 рет бірінші орын иегері болдым. Ал облыста тоже 3 рет екінші орын иегері болдым. Және де Алматыға республикалық қара сөздер жинағымен жарыста Нұрлы ақыл номинациясына ие болдым. Сұхбатыңызға үлкен рахмет. Сізге жұмыста алда табыстар тілейміз. Және де осы шығармашылық жолыңыздан да тайынбаңыз. Сізді тек биіктерден көре берейік. Рахмет. Абай Құнанбайұлы, жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен сон түспеді уысым ақ қолымды, мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баламды оқытуды жек көрмедім. Баламда медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегінді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Үлкен рахмет. Тырс-тырстерім тамадей, жүрген әрбір жолыңда. Достар, біз бүгін Шақа ауылындамыз. Дәл қазір мен тұрған жер бұл Шақа ауылының өрт сөндіру станциясы. Енді бұл асхана, бұл жерде жұмыскерлерге жаңағындай жағдай жасалынған, тамақтар, жұмысқа жаңағындай смена дейді, сол сменаға түсетін адамдарға жаңағындай келіп тамақтарын дайындап, тамақ ішетін орындары. Биыл енді біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының жарлығымен жұмысшы мамандықтар жылы деп бекітілді. Жалпы сіздің де осы салада атқарып жатқан еңбегіңіз өте зор. Жалпы өзіңіздің жұмысыңызбен бізді таныстырып кетсеңіз. Есімім Дейнира болады. Жасым 29-да. Осы салада 4 жыл жұмыс жасаймын. Жұмыс қатты ұнайды маған. Жұмысымыз біздің жауапкершілігі мол. Осында өрт болған кезде бізге информация түседі. Сосын біз сол информация бойынша жұмысымызды атқарамыз. Жалпы жұмыстарыңызға сіздердің сәттілік тілейміз. Ешқашан өрт болмасын. Әрдайым сіздердің жаңағы жұмыстарыңыз жаңа техникамен, жаңа аппараттармен жандана берсін. Шоқталда бізде азимутальный круг дейді, вышканың үстінде круг бар. Например, бізде мұнда көрдіңіз бе градустар бар. Олар өздерінің градусын айтады. Содан кейін бір вышка бізде берсе, оны определять ете алмаймыз. Көрдіңіз бе? Қиылысы жоқ. Содан кейін біз сұраймыз, Майқарағайдың вышкасын сұраймыз. Сол Майқарағайдың мұнарасын сұраған кезде, ол өзінің екеуінің қиылысын біз қай жерде өрт шығып жатқанын анықтаймыз. Міне көрдіңіз бе? Содан кейін міне сөндіру автокөліктерін сол кварталға жібереді, міне айтады. Сондай кварталда не болып жатыр деген. Сол Алдындағы Майқарағай ауылында көргеніміздей, мұнда да өрт бақылау мұнарасы бар екен, биіктігі де сондай 30-дан бастап 33 метрге дейін өлшенеді. 8 этажды үйдің биіктігімен бірдей болды. Ал енді соған қазір мініп көрейік. Ана жолы 3-ші қабатына дейін көтерілгенбіз. Осы жол 5-ші қабаттан дейін көтерілетінімізді байқайық. Сіздерге 2-ші қабаттан сәлем жолдаймын. Руслан Берекелевичке екеуміз мына проекттің түгелін көрсеттім, ол кісі қолдады. Былай айтқанда, керемет бастама. мынау областной масштабта біз қазір Батыргүл бар ғой, Заматим облысты, сол кісімен келістім, ол кісіге барып жолығайын деп жатырмын. Мына проект бізде күшті проект болады. Мынау біріншіден өрт
болса, мына прям вертолеттар жоғары нелі ауа нелер су алып, бізде верховойда өшеді. Сол алатын котлован болады. Ана жерде пляж болады, пляж жасаймыз. Мына жерлерге түгел керемет. Бір жағынан екіншіден ол туристический маршруткалар айтып жатыр. Әрине. Өте керемет жер болады. Ауылдың дамуына, жалпы ауданның дамуына үлкен бір не болады ғой. Міне көрініп тұр ғой мына жерде. Ана жолда погруб әлем техника істеді осы жерде бізде. Мынаны түгел ішін тазалап, шұңқырын түгел істедік мынаны. Мына жерлер түгел сонда мына жақты көтересіздер и қазасыздар, е? Иә. Мына полияда осы көктемде егілген көшеттер. 25 жылғы кішкентай, е? 25 жылы, иә, міне көрдің бе? Кішкентай нетілген. Енді бұларды 2 жыл бойы біз осы питомникті күтіп баптаймыз. Екі жыл бойы күнде құйылып өсіріп аламыз. 2 жылдан кейін бұлай нелерге барып егеміз. Қарағайдың мына лесовосстановление дейді ғой. Қалпына келтіреді. Иә, қалпына келтіреді. Сол лесовосстановление деген бізге мына қарағайлар жанып кеткен жерлер бар ғой. Сол жерлерді тазалаймыз да, сол жерлерге егіп тастаймыз ғой мынаны. Қайрадан қарағай шығады. Адамның есінде. Иә. Мына судан ана трубалармен ане су кетеді. Содан кейін барып мына көшеттерді суарады содан кейін. Дәл қазіргі сәтте осы отырғызылған қарағай көшеттерін суғару процесі жүріп жатыр. Соны барлығымыз барып бірге көрейік. Кеттік. Бұл тұқым бағында жұмыс қыз қайнап жатыр. Ана жақта трактор көшеттерді суарып жатса, мына жақта ауылдың қыз келіншектері осы тұқым бағының қызметкерлері өздерінің жұмысын атқарып жатыр. Сол жұмыспен біраз танысайық. Сіз бізге өзіңізді таныстырып өтсеңіз, аты жөніңіз кім, мұнда кім болып істейсіз? Мен Абылқасимова Алтынгүл Сіләмхан қызы, мұнда бригадир болып жұмыс атқарып жатырмын, жұмыс істеп жатырмын. Осы сіздің командаңызда неше адам жұмыс істейді? Бізде қазір 13 адам жұмыс істеп жатыр. Сіздердің мысалы күнделікті жұмыстарыңыз қандай жұмыстар атқарасыздар қазір? Мысалы енді көктемде басталады ма сіздердің жұмыстарыңыз, күзде? Бізде көктемде басталады жұмысымыз. Көктемде біз көшет отырғызамыз, сосын бізде бұны қазып аламыз, қарағайға отырғызамыз. Керемет. Жаз бойы сол мына арам шөбін жұламыз, осы көжектерін суарамыз. Керемет. Я мына жақта қарап тұрсақ, мына жақта қаншама адам жұмыс істеп жатыр. Мынандай ұзын көшет отырғызылған, бірнеше гектарға отырғызылған көшеттерді күнделікті тазалау, оларға қарау, оларды бағып қағу оңай емес. Бұл енді бізде қазір питомникті күзетші болып істейді. Ахметов Серік деген. Кезінде инженер монтер болған бізде, Расилас деген, қолынан келмейтіні жоқ. Бұл айтқанда қазір ауылда түгелін телевизорларын, холодильниктерін түгелін жұмысын сол кісі істейді міне. Қазір енді бізде күзетші. Осындай міне керемет кадрларымыз көп болсын. Жақсы онда. Сау болыңыз.